Гүлмира Әлет 28 жаста байқауға Қызылжар ауданының атынан қатысып отыр. Ол 2013 жылы Қазақстанға Қытай Халық Республикасынан көшіп келген. Айтуынша, сол себепті мұндай іс-шаралар ол үшін маңызды. Ол байқауға Ғабит Мүсіреповтің Көгілдір үйдегі көршілер, Ұлпан, Ақлима атты шығармаларын дайындаған. Мен өмірімде бірінші рет қатысып отыр екенмін. Өйткені маған біріншіден қызық болды. Өйткені Ғабит Мүсіреповтің шығармаларын оқу, қатысу, жаңағы көппен бірге сайысқа түсу деген. Сондықтан мен қызықтым бұл шығарманы. Мен басында оқып жүрдім. Енді шығарма жаттау, 5 минуттық шығарма жаттау деген ол адам үшін оңай емес. Мен жаттап жүрдім. Оның жаттап қалмай, оның жан дүниесі қандай болды? Ғабит Мүсірепов қандай немен жазды? Қандай көңіл күймен жазды, ол заманда қандай болды, әйелдердің тағдыры қандай болды. Ең баста айтылған шығарма әйелдердің тағдыры ғой. Сондықтан да маған Ғабит Мүсіреповтің шығармалары қатты ұнады. Бұл іс-шара 20 ғасырдағы қазақ әдебиетінің аса көрнекті өкілдерінің бірі Ғабит Мүсіреповтің әдеби мұрасын насихаттау мақсатында өткізілді. Оған 17 мен 29 жас аралығындағы адамдар қатысты. Конкурс будет состоять из 3 этапов. Байқау 3 кезеңнен тұрады. Бірінші қазақтың халық жазушысы Ғабит Мүсіреповтің повестерінен үзінді оқу. Екінші Ғабит Мүсіреповтің 120 жылдығына орай прозасынан үзінді оқу. Үшінші жазушының ана, әйел тақырыбындағы жазған шығармаларынан үзінді оқу. Байқауға 12 адам қатысты. Конкурс жеңімпаздары мен жүлдегерлері арнайы дипломдармен, алғыс хаттармен марапатталды. Ақнұр Қайырбек, Дамир Искендіров, Первый Северный телеарнасы.